Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі тақырып түбір сөз және туынды сөз. Бүгінгі сабақта мәтіннен туынды сөзді табуды, туынды сөз жасауды үйренесіңдер. 18-ші жаттығу: мәтінді оқы. Балалар, мәтінді толық оқып болып, мына сұрақтарға толығымен жауап береміз. Мәтін кім туралы? Әбілхан Қастеев туралы не білесің? Әбілхан Қастеевтің Хлудковқа берген жауабын топта талқыла. Ол неліктен осылай жауап берді? Мәтін кімнің атынан баяндалып тұр? Мәтіннен туынды сөздерді тап. Суретші, жалшы, сыныптық, атақты деген сөздер шықты. Түбір жұрнағын анықтап сызамыз. Он 19-шы жаттығу: мақалдың қатесін түзеп жаз. Білімді жастан ақыл шығар, ақылды қарттан нақыл шығар. Туынды сөздерді тауып, оларды сөз құрамына талда. Мақалдың мағынасын қалай түсінетінің туралы айт. Бұл дұрыс жауабы. Бұл жердегі туынды сөздер білімді, ақылды. Сөз жасам әдісі арқылы бұл суретте берілген жұрнақтарға қандай сөз жалғасақ туынды сөз шығады. Осы сөздердің түбірін жұрнағын тауып сыз. Әр сөзге қысқаша түсініктеме беріп көр. Шығармашылық үзіліс. Бір буын 2 рет қайталанбайтындай етіп сөз ойлап тап. Осы сөздердің ішінен туынды сөзді тап. Жарайсыңдар балалар. Қайталаймыз. Түбір сөзге жұрнақ жалғау арқылы жасалған сөзді туынды сөз дейді. Мысалы, шеберхана, оқулық. Сабақ аяқталды балалар.